Сақ патшайымы Томирис. Томирис сақтардың Массагет тайпасының патшайымы. Ол шамамен біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырда өмір сүрген. Томиристің есімі тарихта, әсіресе, Ахеменидтер империясының негізін қалаушы парсы патшасы 2 Кермен шайқасы арқылы белгілі. Сақтар Орталық Азияны мекендеген көшпелі тайпалар. Олар бірнеше топқа бөлінген, соның ішінде массагеттер ең қуатты тайпалардың бірі болды. Сақтар соғысқа икемділігімен, еркіндікке деген құштарлығымен ерекшеленген. Біздің заманымыздан бұрын 530 жылы Кир Орталық Азияны жаулап алу жоспарының бір бөлігі ретінде массагеттердің жерін басып алғысы келді. Ол Томириске өзіне тұрмысқа шығуды ұсынып, билікті біріктіруді көздеді. Бірақ Томирис бұл ұсыныстан бас тартты, өйткені патшаның елі мен жеріне көз тіккенін жақсы түсінді. Осыдан кейін Кир массагеттерге шабуыл жасайды. Массагеттер мен парсылар арасындағы негізгі шайқас Аракс өзені маңында болған. Бұл шайқаста Томирис ержүректігімен және айлакерлігімен массагеттер әскерін жеңіске жеткізді. Тарихи деректерге сәйкес, Кир осы шайқаста қаза тапқан. Грек тарихшысы Геродоттың жазбаларында Томирис Кирдің басын шаптырып, қанға толы торсыққа салдырғаны туралы баяндалады. Сен қанға құмар болдың, енді шөліңді қанмен бас деген сөзімен тарихта қалды. Тұмар ханша өмірінің соңына дейін елін әділдікпен басқарып, бейбіт өмірді сақтап қалды. Томирис тек өз халқының батыр патшайымы ғана емес, сондай-ақ еркіндік пен батылдықтың, ерлік пен намыстың бейнесі.